Ал бисмилля деп осындай керемет ерекше формадағы булочкамызды жасауға кірісеміз. Өте жұмсақ, ортасында салмасы бар, керемет болып шығады. Жасап көрейік. Ең алдымен жылы сүтімізге ашытқымызды, қантымызды қосамыз. Және де жақсы көңіл күйде болғандарыңызды жөн. Одан кейін оған сұйық май, бір жұмыртқа, ұн және де ең соңынан тұзды саламыз. Тұз қанттың дәмін келтіреді. Одан кейін жақсылап билеп, оны жылы жерде бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан кейін алып, оны біз кішірек осындай 8 бөлікке бөлеміз. Және де қалғаны, содан осы 8 бөліктен қалғаны кішкене үлкенірек болады. Міне, оны бөлек қалдырамыз. Және де бәрін домалақ формаға келтіреміз. Енді үлкен бөлігімізді алып, оны оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Және де бірден пергамент қағазына орналастырып алыңыздар. Немесе бірден табаңызға қойып қойсаңыз болады. Осылай енді 8-ге бөлеміз ортасын. Видеода көрсетілгендей. Енді жаңағы домалақтарымызды кішкене ғана осылай жайыңқырап қолмен ортасына кез келген варенье, джем, немесе вареный сгущенка да қоссаңыз болады. Оны жақсылап бекіттіңіздер, ағып кетпейтіндей. Одан кейін домалақ формаға келтіреміз. Және 8 бөлікті осылай қойып шығамыз. Ортасындағыны шетін қарай жабамыз осылай. Болды, дайын. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, әдемі жылтыры болу үшін 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар.